Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Шыңғыс Айтматов алғашқы ұстаз повесі. Алғашқы ұстаз повесі. Сабақтың мақсаты көркем шығарманы әлем әдебиеті үлгілерімен талдау, шығарманы қазіргі заманмен байланыстыру. Ендігі алдыңғы сабақ біз Шыңғыс Айтматовтың өмірбаянымен танысқан болатынбыз. Соған шолу ретінде сіздерге мен 5 сұрақты үйге бердім. Бірінші сұрақ: Шыңғыс Айтматов қай жерде, қай жылы дүниеге келді? Кім жауап береді? Жұлдыз жауап бере ғой. Шыңғыс Айтматов 1928 жылы Талас өңірінде және Шекер ауылында дүниеге келді. Дәптерге қарап тұрып айтыңыз. Жазушы шығармалары әлемнің қай тілінде аударылды? Кім жауап береді? Гүлназ? Жазушы шығармалар түгел қазақ тіліне аударылды. Сонымен бірге француз, немісше, жапон, араб, түрік, фарс және тағы басқа көптеген тілдерді аударылды. Үшінші, Шыңғыс Айтматовтың қандай романдары бар? Аспалы көпір, Жәмила, Шынарым менің, Шырайлым менің, Алғашқы ұстаз, Ана жер ана, Көш долы гүлсары, Ертеген сон, Ақ кеме, Ертек қайтқан, Тырналас. Әңгімелер мен повестер жинағы, Жанпидар, сосын Боранды бекет, Кассандра таңбасы, романдары жазды. Келесі сұраққа: жазушы қандай шығармалар үшін қандай сыйлық иегерлері атанған? Тағы кім жауап береді? Ешқандай жауап береді. 1998 жылы және 1968 жылы 1977 жылдары Боранды бекет атты шығармаға 3 мәрте марапатталды. 3 мәрте. Қай жылдары 3 мәрте? 1968, 1967, 1977, сонымен қатар 1983. Ал енді қай жылы өмірден өтті біздің Шыңғыс Айтматов? 2008 жылы өмірден өтті. 2008 жылы өмірден өтті. Енді осы Шыңғыс Айтматовтың біз бүгін алғашқы ұстаз повесін өтеміз. Енді мен сіздерге алғашқы ұстаз повесінің үзіндісін оқып кетейін. Тақтаға назар аударамыз. Шығармада шағын ауылға мұғалім болып келген Дүйсен мен 14 жастағы жетім қыз Алтынайдың білімге деген құштарлығы, тағдыр тауқыметі, күрес тартысқа толы өмір баяны баяндалады. Ескіліктің қараңғылықтың шырмауынан алып шығар жалғыз жол, ол оқу, білім екенін түйсінген ұстазы Алтынайдың болашағына даңғыл жол салып береді. Жоқшылық пен жетімдіктің зардабын тартып өскен қаршадай қыз ұстазының арашалауымен үлкен қалаға оқуға аттанады. Тынымсыз еңбек пен оқуының арқасында биік белестерді бағындырып, академик дәрежесіне дейін көтеріледі. Осы жетістікке себепші болған жан аяулы ұстазы Дүйсен екенін тебірене баяндап береді. Бұл повесттер айта кеткендей, Дүйсен мен Алтынай біздің басты кейіпкерлер болып табылады. Дүйсен ол әскерден келген жас жігіт, ауылдағы енді сол кездегі қараңғы надан халықтардың арасынан солардың балаларын жинап алып, оларды оқытып, мектеп ашқысы келген жас жігіт болып табылады. Оның қасындағы кейіпкер Алтынай, ол да басты кейіпкер. Себебі оның ата-анасы жоқ, жетім, өзі жеңгесі мен ағасының қолында көп қорлық көрген, және де осы қорлықты көріп, соған түңіліп кетпей, жаңа Дүйсен деген мұғалімнің қолдауымен, қолпаштауымен қалаға оқуға кетіп, үлкен профессор болған қыз туралы, осы туралы баяндалады повесть. Енді біз жаңа повесттің жалпы қысқаша мазмұнын айта кеттік. Оқулықтарымызда
114-ші бетте жалпы шығарманың қысқаша мазмұны бар, оны да ашып көрсеңіздер болады. Ендігі серпілту сұрақтарына назар аударайық. Бірінші, шығарма неліктен алғашқы ұстаз деп аталған деп ойлайсыздар? Жалпы уақыттарыңызға сұрақ, неліктен алғашқы ұстаз деп аталған? Енді аты айтып тұр ғой өзі. Дүйсеннің мен Алтынайдың несінің арасындағы алғашқы ұстаз болғандықтан Алтынай оның барлық қанша профессор атағын алғанда да Дүйсенді алғашқы ұстаз есебінде қалдырды. Бүкіл профессорлерден де алғашқы ұстаз соны Дүйсенді көреді. Сондықтан алғашқы ұстаз деп аталған деп өз ойым. Қанша жоғары оқуына барып, жоғары профессорлерді көрсете, өзінің ең бірінші оқу үйреткен ұстазын өзінің алғашқы ұстаз ретінде көреді. Қосарларың бар ма, Жұлдыз? Гүлжайна? Повестің алғашқы ұстаз адамға ие болуы надан елге, яғни хат танымайтын, жазу білмейтін елге, сол елдің балаларының сауатын ашу мақсатында барған адамның ата-аналар қарсы болса да балаларды оқытуға тырысқан адам жайында айтқан повестте Дүйсеннің балаларды оқуға тарту кезінде де балалардың ынтасын ашуы бұл кезде ерекше болған. Алтынайдың өзі алғашқы ұстаз Дүйсенді көргенде оны өзіне қатты жақындатқан. Өйткені жетім қыз ешкіммен жаулық көрмегеннен кейін, ұстазынан көргеннен кейін айтатыны, менің өмірімдегі ең жақсы адам, маған қолдау көрсеткен адам менің алғашқы ұстазым. Өйткені жылу көрмегеннен кейін, жан жағынан ең бірінші оған назар аударып, оған көңіл бөлген бірінші ұстазы Дүйсен екен. Өте тамаша, рахмет. Шығарма арқылы автор не айтқысы келіп тұр жалпы бізге? Шығарма не туралы? Студенттер? Ұстаз туралы, тағы не туралы? Оқу туралы, білім туралы. Біз қазір не істеп жатырмыз? Оқу жатырмыз, біз білім ортасында білім алып жатырмыз. Демек, шығарма бізге, автор бізге оқыңдар, білім алыңдар, жетіліңдер деп тұр. Біз қазір оқып жатырмыз. Сендер оқып бітіресіңдер, колледж бітіресіңдер, одан кейін жоғары оқу орнына түсесіңдер, түспесіңдер, жұмыс жасайсыңдар. Жұмыс жасап тұрып та сендер кітап білім аласыңдар, кітап оқисыңдар. Міне сондықтан сендерге жас болсаңдар да бас болыңдар, білім алыңдар, ешқашанда тоқтап қалмаңдар дегісі келіп тұр. Одан кейін жалпы сендердің жеке тұлға болып қалыптасуларына алғашқы ұстаздардың үлесі бар ма? Енді бәрімізде бар, алғашқы ұстаз, бәріміз бастауыш сынып оқыдық. Енді азғантай бастауыш сынып оқығанда кім оқытты, немесе үлестері қандай, өздерінің ерекше махаббаттарың бар ма? Алғашқы ұстаздарына деген соны баяндап өтсеңдер. Қысылмай жауап бере беріңдер. Гүлжайнадан басқалар бар ма? Жұлдыздан? Нұрлыбек? Басынан бір басқа барғаннан кейін дұрыс тауып қиындау жайында ұстаздар талғандар сабақ жасамасын деп күнделікті көптеген уақыт тауып отырды үшін енді достық табу үшін көптеген психологтар шақырып топтық ойнады. Топтық ойындар ойнады, Махаббат, алғашқы ұстазы туралы сен жеке тұлға қазіргідей күнге жетуіңе сенің ең бірінші септігін тигізген алғашқы ұстазың, даярлық сыныбында кім ұстаз болып тұрған? Даярлық сыныбында Ясуляпа дейтін мен Нұрайып оқыдым. Бұл бізге енді әріпті де алғашқы сөзді де үйреткен ұстазымыз болды. Бізге барлығын үйретті, тәртіпті үйретті, сөйлесуді үйретті, өмірді ашты. Сендер көшеден көрсеңдер, қазір ұстаздарыңды ерекше бір жақын адамды көргендей амандасып, күліп бір жақсы болып қаласыңдар. Міне Дүйсен мен Алтынайдың арасындағы байланысы да осындай. Келесі бізде видео көрейік.
тыңдаймыз. Бұл видео жалпы Шыңғыс Айтматов қырғыз елінің жазушысы. Бұл қырғыздардың жерінде түсірілген қырғыздардың киносы. Яғни бұл алғашқы ұстаз киносынан үзінді сіздерге. Орысша көрсетіледі, бірақ сіздерге мен қазақша түсіндіремін. Себебі қырғыздарда түсірілгеннен кейін қазақша аудармаған, тек орысшасын ғана аударғандықтан бәріміз орыс тілінде білеміз ғой қазір. Сондықтан тыңдаймыз, бірақ қазақша түсінеміз. Меня зовут Гюшер. Я буду учить ваших детей. Мы построим здесь школу. Я приехал из города. Я учитель. Мы откроем школу. Вон там, бачьей конюшни, за рекой. А скажи, зачем нашим детям школа? Как зачем? Пусть объяснит. Объяснить? Я могу прочитать любую книгу. А вот ты не можешь. Мой дед и мой отец читать не умели, а бараны на них не обижались. И мой сын также проживет. Такой черт нужна ему твоя школа. Вот помощь. Здравствуй, хозяин. Ну вот, сегодня начинаем занятия в школе. Сколько лет вашей дочери? А ты сколько тебе лет? А зачем тебе знать? Все равно в школу не пойдет. Чего уж развесила? Тут родных детей в школу не отправляют, не только что сирот. Что говоришь? Она же не... Кино қырғыз тілінде түсірілген. Себебі қырғыздардың жазушысы, жаңа айтқандай, қырғыздардың жазушысы Шыңғыс Айтматов соны түсіре отырып, өзінің, яғни қырғыз-қазақ бір туған дейді ғой, қырғыздар мен қазақтардың тағдырлас екендігі көрінеді. Себебі қазақтар да қырғыздар секілді басында надан болған, қараңғы болған, жазу білмеген. Сондықтан осыны көрсете отырып, жалпы видеодан ойымызды айтайықшы, не түсіндік? Басында күбімен ұрып тұрған ол Алтынай түсінгендеріміз онша, ал келген ұстазы енді қорлық көрсетіп жатқан жеңгесі, одан кейін ағасы, ол ағасының ағасы. Ойымызды айтайық? Немесе сұрақтарға жауап берейік. Бұл рефлексия сұрақ видео мен повесть арасындағы арасын байланыстырып рефлексия құрған болатынбыз. Енді сөйлемді жалғастырамыз. Мені сүйсіндіргені, мені қуантқаны, мені таңғалдырғаны, мені қобалжытқаны, мені өкіндіргені, мені ойландырғаны. Араларыңызда повесті қызығып оқығандарыңыз да бар, шыдай алмай оқымағандарыңыз да бар. Енді өтіп жатырмыз ғой, енді оқимыз. Енді осы видеоға көріп отырып, тоқтанып қарап отырып, сіздерді сүйсіндірген не нәрсе? Мені сүйсіндірген, сенім барлық халықтың алдына шығып сөз сөйлеп, ешкім келіспесе де балалардың жинап бір неге оқытып бір оқыту. Тағы ойларыңыз бар ма? Мені сүйсіндірген, Гүлжайна, мені сүйсіндірген? Мені сүйсіндіргені сенім. Алтынайдың жеңесі қанша қатал болып, үйін қайтарғанымен, Алтынайды алып кеткенше сол жерде тұрып, Алтынайды қорғаштау, жеңесінің қолына алып оқуға қарай. Ал мені қуантқаны, сіздерді қуантқан не нәрсе? Олег, мені қуантқаны? Мені қуантқаны сондай надан неме ауылда. Сені қуантады, қазақтарды білімге итергені сені қуантады. Алтынай, мені таңғалдырғаны, сені не таңғалдырды, Жұлдыз?
Meni taqoldurgan Алтынай есімді қыз өзінің осындай ауруханадан енді шыққан сондай білімсіз болғандығына қарамастан болашақта осылай жақсы маман болып шыққан. Мені таңғалды. Ал сіздерді қолға шыққан нәрсе бар ма? Айтамыз. Жаңағы жеңгесі Алтынайды жаңағы басқа неге оқытпай бір кезде тұрмысқа бергісі келіп сол кезде жаңағы есікті ұстап тұрып дүйсеннің Алтынайға қарсы Алтынайды алып кетпейсіңдер деп барлық неге күш аттыларға қарсы шыққанды таң қалдырып қобалжытты. Сол кезде жаңағы дүйсен ұрып сол кезде Алтынайды артқа салып алып кеткеннің өзінде де ол басын істеп байлап алып артынан келеді жаңағы неге Алтынайға келеді. Алтынайды еш уақытта сендер алып кете алмайсыңдар деп сосын милициямен барып алып кеткені жаңағы қатты қобалжытты сөздері. Ал сіздерді өкіндірген нәрсе бар ма? Мені өкіндіргені Алтынай қызды жеңгесі оны бағаламай және оны істеген ісін дұрыс санамай күнде ұрып соғып және оны сабақ оқуына кедергі жасап сонымен Осы білімсіз елдері жаңа дүйсенге сенбей қалатын балаларын оқуға бермеу. Иә, сені өкіндірген. Ал сендерді ойландырған нәрсе? Дүйсеннің батылдығы бір мақсаттың мұғалім мектеп құрғысы келгенін ешкім құптамаған. Келемін деп сенген жоқ та ондай мақсатқа шешемін жоқ па. Сонда да оған мақсатына жетіп, Алтынайды оқуға жіберіп, өзінің нәтижесін көріп жатыр. Енді біз тапсырма кезек береміз. Дәптерді ашамыз. Бірінші тапсырма Вен диаграммасы деп аталады. Бірінші неге диаграммаға сол дәуірдің ұстазы, яғни видеода көрген дәуірдің ұстазы және екінші диаграммаға бүгінгі ұстаздар, бүгінгі көріп жүрген, сіздерге сабақ беріп жүрген ұстаздар, сол екі ұстаздардың ұқсастықтарын жазамыз. Тек сөзбен дәптерге жазып шығамыз. Уақыт шектеулі, 3 минут уақыт беремін. Иә, жаңа көріп баяндап жатырмыз ғой, сол дәуірдегі ұстаздар. Сол дәуірдегі ұстаздар мен қазіргі дәуірдің батылда ұқсай ма ұстаздарына сабақ беруіне айтып жүрміз. Егер диаграмманы сызу қиын болса, бірінші деңізде жазып, одан кейін екінші де көрініп ұстап, сосын арасына қойып, наша қойып, ұқсастықтан жасаңдар бар. Қазіргі ұстаз білімді, ақылы, мейірімді, балажан. Ұқсастығы жалпы ұстаз қандай болса да бір тұлға, меніңше тек айырмашылығы заманда ғана
айтқаннан қайтпайтын қандай ұстаз болса да бір оқушымен бір баланы алып мен осы баланы осындай дәрежеге жеткіземін десе, ұстаз айтқаннан қайтпай жеткізеді. Ол қай ұстаз болмасын, ол әр ұстаздың бойындағы қасиет менің ойым. Қай ұстаз болсын, мейірбан, жанашыр болады. Олардың балаға деген махаббаты ерекше болады. Бұрынғы дәуір мен қазіргі дәуірдегі ұстаздардың ұқсастықтары, кезіндегі ұстаздар осы өзінің қолынан шыққан оқытысын жоғары жаққа түскен өнімін жетелейтін атын шығарған қалай қазіргі ұстаздарда одан кейін бір ойлап тұрған ойына ой қосып өзінің бар талантын жұртқа паш ете алады. Соны құптай бұрынғы ұстаздар сол бұрынғы баланың талантын әшкере еткен, қазіргі ұстаздарда солай баланың талантын жоқ болмай кішкене істеп ашуға көмектеседі. Сол ұстаз. Сол дәрежедегі ұстаздардың батыл әрі білім сүйгіш оқи алатын балаларға білім беріп тәрбиелеуі. Бүгінгі ұстаздардың көбісі жаңа мақсатқа сабақ түсіндіреді және кейбір нәрселерді нақты түсіндіре алмайды. Ұқсастығы берілетін білімдердің бәрі бірдей, бірақ тек айырмашылығы тек заманда деп ойлаймын. Тек қана ұқсастығын айтып өтейік, уақыт шектеулі. Қой Айна. Сол дәуірдегі ұстаздардың батылдығы және баланың білімге деген өнерлігін көріп, одан сайын білім дамуына көмектесу да ұқсастығына жатады. Ал бүгінгі ұстаздар көп оқып, білім алып, одан сайын оқулар оқылып, кейінге түсіп жатыр. Және оларды оқушыларға өз білімінің тактикасын үйретіп жатыр. Енді оқулықтаршамыз 6-шы тапсырма 128-ші бетте бар. 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ қази мектептері, екінші орыс қазақ мектептері, үшінші соңғы жәдет мектептері туралы алдымызда постердер жазасыздар. Бұл постердер жаңа ресурс, яғни ұялы телефонды қолдануға болады. Тек қана жаңа мәліметтерді қарау үшін ұялы телефонды қолданамыз. Берілген уақыт 5 минут. Орындап 120 минутте 19-20 ғасырда 19-20 ғасырда тоғысында елді боянған Түркістан Қазақстанда ашылған мектептер 1884 жылы Каспирал Исмаил өзенінің әріптестеріне бірге діни оқуды халыққа терең білім беру ісімен бастыра отырып жаңа оқу жүйесін жасады. Бұл жаңа әдіс бойынша мұсылмандық мектептерде оқушылар ұлттық тәрбиеге негізделген дін пәндерімен қатар жазу, есеп, география, тарих, орыс тілі тағы басқа пәндерді оқытты. Және де жәдет мектептері бастауыш немесе 5-6 жылдық болып ашылды. Мектептерде балаларға бұрынғы иман шартының орнына бірінші мұғалім және екінші мұғалім ұсынылды. Келесі орыс қазақ мектептері. Али мектебі оқулығы біздің заманымыздан бұрын 19-шы ғасырдың екінші жартысында басталған. Али мектебі
Arap тілінен қандай еңбектері? Ескі дегенді білдіреді, иә? Одан кейін орыс қазақ мектептері. Екінші орыс қазақ мектептері туралы мәліметтер шықты. Торғай маңындағы Орынбор бекінісінде Қазалыда номер 1-ші бекіністе ашылған орыс қазақ мектептері қазақ жастарына жетуге тырысқан осы үлгідегі оқу орындары болды. Сол кезеңдерінде орыстар мен қазақ бір-бірімен араласқандықтан ол қазақтың мәдениетіне орыстардың мәдениетіне сол орыстардың балдары келіп бізде қазақ пен орыс мектебін біріктіріп ашуға қысқан болсын. Енді бір қазақтың жерінде орыстар да қазақта да бірге тұрғанымен орыстың аралығында бұлай болу үшін орыс қазақ мектебі. Сол замандағы орыстардың бірге жасаған қиянаты деп ойламайсың ба? Қиянаты болғанымен енді үкіметтің Алымсыз адам деген үшін. Жай отырағымыздар. Үйге эсселерді жазғанымыздар. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан студенттер Руслан, Тұңғыбек, Гүлейна, Ару, Алек, Айдана, Иян және Жұлдыз Гүлназарға бал қойылды. Рахмет. Үй жұмысы тақтада жазыламыз. Ұстаз еңбегі өлшеусіз тақырыбына эссе жазып. Жазып алдық па? Рахмет. Сау болыңыздар.